Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Вирсус. Бүгін біздер керемет деген осындай гадыс исладыс деген ящиктарды ашатын боламыз достар. Егер де арнаға тіркелмеген болсаңыздар, осы сәтті пайдаланып подписация кнопкасын басып кетейік достар. Достар, мен көріп отқаныңыздай, менде мінеки 653-ін жинап тастаған бұл компьютер. Бізде тек осындай RT-дің скені ғана ашылған екен. Бүгінгі жерден енді көпсін ашам деген ойдамын. Сол үшін гадысты ашатын боламыз. Өйткені сладыс жалпы ашылмайды екен. Чисто дамытамыз. Бізге 9 предмет түсті достар. Бұдан енді түспейді деп ойлаған едім. База жоқ, бізде жаныпты. Енді жалпы көбінесе 9-дан түспейді енді скиндар. В общем, жоғары зат керек. Мінеки бізге гипер заряд достар. База жоқ. Мықты. Достар, мінеки виллоуға жинап жатыр. Енді осы видеода алатын шығамын деген ойдам, өйткені бұл жерде көп береді екен. Бізде 9 предмет, тағы да 9 предмет. Енді бұл жолда ештеңе болмады, что-то ештеңе түспейтін секілді. Мұнда көп береді екен кредиттерді. Достар, айтпақшы, сіздерде осы событиядан қандай скиндар түсті, соны комментария жазып кетіңіздер. Бізге 11 предмет түсті. Және қанша предмет түскенін жазып кетіңіздер. Ең көп бізде 8. Мінеки жанды. Бұл жерде ЖБ мықты скин түсу керек. Яғни мінеки бізде Гавстың скині түсті. Осындай волчонок Гавс деген мықты скин. Менде Гавс скин жоқ. Осын тақ қоятын боламын. Мінеки тағы да 10-ынан беріп жатыр. Енді бұл мен жету қиын енді. Бермегеннен жақсы. Мінеки тағы да ашып жүрміз. Бұл жолы біз 12 предмет достар. 12 предмет түсті достар. Енді бұл жолы мықты скин түседі деген ойдамын. Мінеки 7-де жанып тұр. Ішіне бізге Риконың әдемі скині түсті. Осы скинді алғым келбет. Енді менде Рикода коллекция толды десем де көп енді скин менде. Бірақ бізге ол жетпейді. Бізге әлі көп керек. Мінеки бізде 500 кредит беріп база жоқ. Біз виллоуды алдым. Виллоу. RT-ға ауыстырып алайын ба деп ойлап тұрмын. Өйткені менде RT жоқ, бірақ менде скині бар да. Енді RT-ді алсақ ала салайық енді. Білмеймін, енді кішкене зат көріп тұрған жоқ. RT-ді алып 30 нешеу бар ананың. Біз КЦ-ге жинап жатырық. Енді ультра редкий дейтін скин. Жақсы болды. Мінеки көріп отқанда тек 3 скин алышыппын. Әлі бізде примерно 2-ді ашады екен. Сразу ганжет түсті. Базар 9 бермейді. Еще ганжет жанып екен. Бізге тағы да ганжет түсті. Роял дейтін грейға. Мықты. Маған енді керек, өйткені мен сатып алғым келмейді, шынымды айтсам. Мінеки кадзіге биыл жете қоймаспыз мына түрімізбен. Өйткені ол қиын. Мінеки бізде тағы бір ящик. Мінеки 9. Жанып тұр. Бұл жерде скин түспейтін секілді. Мінеки гипер заряд. Енді осы осы аккаунтымда біткен секілді. Енді біз келесі менің екінші аккаунтымда бар әлі, сояқта жинаған болатынмын. Сонда бізде енді Кайдзудың скині түсіре алған жоқпын енді. Енді жаңа скиндарды қарап өтейік. Мінеки RT боец, еще осындай мына еще слизбе ортасында бірдеңе бар екен, онда білмеппін. Жақсы, бізде тағы бір скин қайдайды. Ол қасепшім Рикомет. Қазір тауып алайын достар. В общем, енді қиындау болып жатыр. Қазір. Мінеки Рико. Бізде мінеки көріп отқаныздай неше скин бар уже. Пайде 6 скиндай жиналыпты. Осының ішінде осы скин мықты екен. Осыны таңдаймыз ба? Білмеймін енді нақтысын. Жалпы әдемі скин екен. Сіздерге осы скин түсті ма, комментария жазып кетіңіздер. Мінеки суда 100 жетін скин. Үшін балды, бірақ маған енді мажор Риконың орны бөлек қой. Сонда да мұнан таңдай тұрайық. Әзірше уақытша. Енді сосын тағы кімге түскен еді. Қазір тауып алайын. Онда Гавс қой, қателеспесем. Гавстың енді эпик секілді еді. Храма киімет, сондай еді. В общем, солай еді. Мінеки Гавс мифический қылып жүрген, база жоқ. Бізде мінеки скин. В общем, өстіп тұрады екен. Майкл Джексон ұқсап. Пайжет, енді бізде скин жоқ. Енді мына скин енді дәл болды бізге. Қазір енді екінші аккаунтқа өтетін боламыз достар.
достар, мінекей менің екінші аккаунтыма келген болатынбыз. Бұл жерде көріп отқаныңыздай 507 штука ғана жиналыпты. Енді 5 рет қана аша алады екенбіз. Енді бізде көріп отқаныңыздай байытсыздар аз бұл жерде байт түсіп кетуде шанс көп. Или аз білмеймін енді. Әйтеуір осыны аша берек. Бізде бұл жерде енді скин түсірмеген секілдедім. Есіңе түскен жоқ. Зато 20 жоқ, 30 кредит берген база жоқ. Онда болса бияны алатын секілдіміз. Достар, 13 предмет достар. Ганжет плюс ганжетпен 13 предмет түсті. По идее потолок болып тұр әзірше осы видеода. Бізде 7 предмет жанып тұр. Ішінен опа Леонда, Леон түсті. Тағы жанып тұр. Бұл жерде Гавстың қайтадан Гавс іскен түсті, бірақ бізде Гавс жоқ екен. Өкінішке орай. Алдағы уақытта түсіретін боламыз. Осындай иконкалар беріп жатыр. Монета көп береді екен бұл затта. Жақсы, енді монетамен жаңағыдай кредиттер берсе күшті, блинги берсе вообще күшті болатын. Мінекей жанып тұр сразу бізге, бірақ ганжет түсті. Енді болады енді бұл. Ганжет деген жақсы, мінекей осындай тағы да 30 кредит берді. Енді көріп жатқаныңыздай Гавстың ғана скин бар. Бізде 2 штук қана қалды. Енді маған көп скин керек. Мінекей 9 предмет. Өкінішке орай бұдан да ештеңе жоқ. Жанып тұр. Бұл жерде енді скин түсе қойма. Достар, Кайдзен. Жоқ, Кензи деген. Какой Кайдзен? Кензидің скин түсіп кетті, достар. Осындай мықты скин. Еще тағы жанып тұр. Бұл жерде Мина түсіп кетті, достар. Мина базар жоқ. Мен өзім основной аккаунтынан Минаны түсірмеген едім. Бізге сразу Минамен скин түсіп кетеді. Ең главный супер қалай, ультрама қалай. Менде вообще жоқ бұл скин. То есть персонаж да жоқ, скин да жоқ. Енді скин түсіріп алдық, базар жоқ. Бізге 9 предмет. Енді окоп секілді бұл енді. Ашқамыз кішкен плюс әкелді. Енді Кензидің скин түсіріп алдық. Бұл деген өте үлкен плюс десем де болады. Енді ол скиндарды қарап кетейік. Қазір, олар мұна жақта тұрады. Енді менде көп скин алмадым. Мен Демон Эмс деген мықты скин шығыпты. Қазір бұл жерде, мінекей осындай заттар бар. Мінекей менің алман скиндарымды көріп отырсаңыздар, неше көбін алмаппын енді. Қазір Леон, Кензи, мінекей көріп отырсаңыздар, Калет бар, Эрти, Лили, в общем, скин көп менде алынбаған. В общем, персонаж жоқ деген ғой. Мінекей, бізде қазір бізде не бар енді? Мінекей Минаны алған болатымыз жаңа көрсек. Дамптаса 700 силаға дейін. Ганжет түссе жақсы болады. Бізде, в общем, мінекей өз аккаунтыма өттім, достар. Айтпақшы, достар, мен клубымда мінекей 24 адам бар. В общем, орын бар деген сөз 30-ға дейін. В общем, кіріп алсаңыздар болады. Мінекей клубты көріп отқаныңыздар, мінекей қаншама мықты, в общем, игроктар бар. В общем, көбісі қазақ десем де болады, почти. Арасында енді рандом орыстар бар енді. В общем, осы достар, алдағы уақытта қызықты видеолар түсіремін деген ойдамын. Сол үшін арнаға тіркеліп кетейік. Бізде мұнда не бар екені бір қарап жіберейін. В общем, Шелкунчик Кейл дейді. Жалпы бұл баяғы скин. В общем, білмеймін енді. Жақсы достар, ондай болса видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ондай болса арнаға тіркеліп лайк басып, комментарияны жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Вирсус. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар достар.